Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз ерекше дәмді, бар болғаны негізгі 3-ақ ингредиенттен тұратын жұп-жұмсақ дәмді, тіл үйіретін, отбасыңызға 15 минутта дайындап беретін таңғы ас түрімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен проценті 2,5 немесе 3:2 айранымыздан ыдысымызға 2 стаканды толтыра құйып аламыз. Мінекей достар, осы құйылған айранның үстіне 1 шай қасық содамызды қосамыз, араластырып, және де 1 жұмыртқамыздан да қосатын боламыз. Енді осының үстіне 3-ші ингредиент дәміне қарай тұз қосасыздар. Мен шамамен 1 шай қасықтай қостым. Тұздың кішкене қаттырақ шыққанын қаласаңыздар, толтырыңқырап қосасыздар. Тұзымыз ерігенше кішкене араластырып аламыз. Кейіннен енді осы қоспаларды қосқаннан кейін жаңағы айран құйған ыдысымызбен өлшеп 3 стакан ақырындап ұнымызды араластырып қосатын боламыз. Онда електен өткізсеңіздер де болады, мен бұл жерде өткізбедім. Өткізбей қойсаңыздар да қатты айырмашылығы болмайды. Мінекей достар, осындай венчик дейді енді, қазақша араластыратын дейміз ба, осының көмегімен жақсылап араластырып, бізде сұйық массадағы қамыр дайын болады. Не осылай жоғары көтергенде шамамен осылай сұйқылдым болып түссе, демек дайын деген сөз. Енді осы сұйық қамырымыздың үстінен мен жаңағы 1 бума көк пиязымызды қостым. Алдын ала турап дайындап қойғанмын жаңа. Енді 4 жұмыртқаны да қайнатып дайындап аласыздар. Оны да ұсақ кубиктерге бөліп, қосып жібереміз. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің балаларыма қатты ұнайды, аптасына 1-2 рет жасайтын шығармын. Келесі кезекте отымызды орташа отта кішкене қыздырып алып, үстіне 50 мл-дей сұйық май құямыз. Майымызды жаңартып отырамыз, яғни кішкене бітіп жатқан кезде қайтадан 50 мл құясыздар. Енді қызғаннан кейін ақырындап жаңағы құймағымызды құямыз. Мен осылай кішкентай ожаудың көмегімен құйып, ақырындап бір формаға келтіріп аламын. Пісуі тез, құрметті көрермендер, шамамен бір жақ бетін 2-3 минуттай ұстасаңыздар жеткілікті. Ашып қарап тұрмасаңыздар, тез күйіп кетеді. Құрметті менің көрерменім, егер де сіз менің каналымда бірінші рет болып отырсаңыз, каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қоса кетуіңізді сұраймын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар жеткілікті. Әдетте пирожкидің орнына пісіргенге өте жақсы тамақ, негізінде қатты майлы да болып шықпайды. Өзі кішкентай балаларға жегенге пайдалы, әсіресе мынау салмақ қоса алмай жүрген балалар немесе үлкен кісілер жесе, өте тез жаңағы құрамдағы заттар соған пайдалы. Жұмыртқа, ұнымыз, айранымыз масса қосқанға көбірек пайдалы екен. Енді үйлеріңізде үлкен ата-апа болатын болса, онда тіптен керемет, бұл асты ол кісілерге жасап берсеңіздер, ой, келіндер болсаңыздар, сіздерді міндетті түрде мақтап, бір қуанып қалары сөзсіз. Мінекей қараңыздар, котлет сияқты, біздің тауықтың котлеті сияқты болып шығып жатыр да түрі. Өте әдемі болып қызарып шықты. Енді сіздерге тағы бір түрін көрсетейін. Жаңағы қасықпен салғанға ыңғайсыз, формасы тез болмайды десеңіздер, мынандай мен әдеттегі пакеттің түбін тезіп, осылай да қойдым. Егер де сіздерде бар болса, жаңағындай өзінің арнайы пакеті болады ғой, соны қолдансаңыздар да болады, кондитерлік. Не осылай салсаңыздар да доп-домақ болып, әдемі болып түсіп шығады. Мінекей қыздар, бар болғаны 10-15 минуттың ішінде дайын болды.
сіздер де жасап көріңіздер дегім келеді. Мінекей достар, біздің тез әрі дәмді дайындалатын ерекше таңғы астың бір түрі дайын болды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тіледім. Осылай әдемілеп сметана қосып жесеңіздер де керемет дәмді болып шығады. Сау саламатта болыңыздар.